Мен Ақтөбеден елге ауысып келгеннен кейін сол 10 совхоздың басқарып тұрған ауыл шаруашылық басқармасының құрылыс бөлімінің бастығы болдым. Сөйтіп шаршадым. Шаруа көп. Есеп беріп келгесін облысқа кешкі жақын тамақ ішіп отырып мамама айттым: апа, мен таңертең ұятпаңыздаршы, мен бір ұйықтайын түске шейін дедім. Құда қаласа деді. Енді мен құдай жоқ деп жүрген адаммын. Бетіне қарадым да: апа, құдайыңызға сәлем айтыңыз, қаласа ұйықтаймын, қаламаса ұйықтаймын дедім. Астағфираллах, анам марқұм жіберетіңіз нең болса маған жібер, жалғызымнан бөлек. Енді құдай бұның өзін туғанмен мінезін тұрмайсын, айтып тұрған сөзін қарай деп жаңа. Ана байқұс. Жаттық. Сонымен ұйықтап қалдым. Бір уақытта осы Зина, осында дәрігер болып істейтін қызы бар. Соған 2 қабат кезі ай күн жақындап тұрған. Оятады түнгі 3-те. Не болды деймін. Ана балалар жөтеліп жатыр, көрші дейді. Свет жақсам, балалар ұйықтап жатқан комнаттың дуалдан, үйіміз ағаш үй еді. Стенасының барлығы дуалы бар ағаштан. Дереу залға кіріп, екі жапсарлас қой. Ашып берсем, үй өртеніп жатыр. Ойбай-ай. Түнгі ашты. Көршілер шақырып, сонымен ойдағырда не керек? Азанғы сағат 6:30-да дүниені шығарып біттік қой. Ана бір көрші көп дуалдар тиме дедім, қазір оған тиме. Қазір бәрі шығарып боласын көресін дедім. Шығарып болғаннан кейін балтамен бұрып еді дуалды. Бірақ осыны үстіне аумады жер түсіп еді. Жалын аспанға шықты, болып тұр ғой, ауа жетпей. Сонымен үй ортасына түсті, 2 сағаттың ішінде күл болып қалды. Азанғы асты кешкі 9-да аштық қой, сол күні. Ашып отқасын анам айтты: қалай балам, құдай қаласа ұйықтайсың ба, қаламаса ұйықтайсың ба деді. Мен онда да сенген жоқпын. Случайно істедім, үндемедім әкем, анамның көңіліне қарап. Орнына келтіруге боламын, болмаймын деп барайын деп көрсем, анам бірге шығып жатты: апа, не аласың? Аққар көңімізді. Бұл ақпан айының 25 күні. Жоқ, мен барам деп. Содан келіп, көрші үйден кетті екен, мынаран күлді қаз деді маған. Біздің Зина екеуміздің қонақ бөлмемізді. Қоссам, бір біздің үйде ескі жатқан кітап болатын, бір 504 жылдай болған Құран кітап. Оны әкем марқұм қойғанда сыртында Лениннің ақырқып, Ленин деп қойған. Өтірік мұқаба жасап. Мұқаба Лениннің кітабы, бірақ ол Құран бар жақ. Соны кейін біз үйленгеннен кейін анам марқұм ол ақ матадан қалта жасап, басымызды қойған, сол қап кетті. Кеше бәрі жүрместі. Сол өтіп шығып кетті. Соны шықты ана күлдің арасынан кітап. Аман. Аман. Сөйтті да тазалап тұрды да, жаңа кісі анам марқұм: сіз ғар деді, қатты ашуланған айтатын еді. Сенде ми бар ма, жоқ па деді. Сенің құдайдай сеніп жүрген Ленин қайда деді. Жапсырған Ленин өртеніп кеткен ғой. Менің ақ қалтам қайда деді. Неге мынау қасиет болмаса, мына Құран намаз оқып сол өтінді басыма кітаппен қойып қалды. Сол кезде төбеден төмен қарай бір электр тоқ жүрген сияқты болып тұрды да, ана калимаға тілім келтірген білмей қалдым. Бұл мен 25-те, сол кезде 26-да туылдым. Құдайдың құдіреті деген сол. Содан кейін енді тәрбиеміз болғанмен Құдай жоқ деп айтпайтын болдым. Мынандай әңгіме алғаш рет айтылып отыр біздің студияда. Ертесі, бірақ ол шындық.